Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы климат түзуші түрткі жайттар. Сабақтың мақсаты Қазақстанның климат түзуші түрткі жайттарына талдау жасау. Мақсатқа қол жеткізу үшін күн радиацияның түрлері мен маңызы, ауа массалары, атмосфералық фронттар, циклон, антициклон, Қазақстанның жер бетіне климатқа ықпалын білу. Ой қозғау сұрақтары. Климат дегеніміз не? Климат пен ауа райының қандай айырмашылығы бар? Климат түзуші қандай факторлар бар? Күн радиациясының қандай түрлері бар? Климат дегеніміз ауа райының көпжылдық режимі. Климат түзуші факторлар жер шарының кез келген аймағындағы климат қалыптасуына әсер ететін жағдайлар. Жер бетіне келіп түскен күн жылуы күн радиациясы деп аталады. Атмосфералық фронт физикалық қасиеттері түрліше ауа массаларының түйісу аймағындағы өтпелі зона. Терминдер: климат, климат түзуші негізгі факторлар, альбедо, атмосфералық қысым белдеулері, жоғары қысым белдеулері, төменгі қысым белдеулері. Климат қалыптастырушы факторлар: географиялық ендік, күн радиациясы. Географиялық ендіктен ауа массаларының қозғалысы, жер бедерінің сипаты жатады. Жер бедерінің сипатынан мұхиттардың ықпалы, жер бетінің төсеніші, альбедо жатады. Ауа массаларының қозғалысына ауа массалары атмосфералық фронттар, циклондар және антициклондар желдер жатады. Жер бедерінің климатқа әсері. Бірінші суретте байқағаныңыздай, желдің бағыты жауын-шашын төмен болуына байланысты жауын-шашынның екінші бетіне өтпейтінін байқаймыз. Екінші суретте мұхит ағыстарының климатқа әсері. Суық ағыс, ауа төмендігі, буланудың төмендігі және жауын-шашын төмендігін байқаймыз. Континенттік климаттың ерекшеліктері. Қысқы және жазғы температуралар арасындағы үлкен айырмашылық. Ауаның құрғақ болуы және жауын-шашын аз түсуі. Қазақстан қоңыржай климаттық белдеудің оңтүстігінде орналасқан. Жылдың 4 мезгілінде де айқын ажыратылады. Еліміздің аумағында Еуразияның орталығында орналасқан, теңіз және мұхиттардан қашықтықтан болғандықтан климат құрғақшылығымен ерекшеленеді. Еліміздің жыл айы шілде, шілденің орташа температурасы солтүстікте +19, оңтүстікте +26 градус. Еліміздегі ең суық ай қаңтар. Қаңтардағы орташа температура солтүстікте -19, оңтүстікте -4 градус. Ылғалдылық коэффициенті мына формула бойынша есептеледі. К тең Ж бөлінген Б. К дегеніміз ылғалдылық коэффициенті, Ж дегеніміз жауын-шашынның жылдық орташа мөлшері, Б дегеніміз булану шамасы. Циклон мен антициклон. Атмосфералық құбылыс. Циклондар төменгі қысым аймақ, антициклондар жоғары қысымды аймақ. Циклон дегеніміз дауылға ұқсас ауа массалары. Аумағы орасан зор. Диаметрі 100-ден 1000 шақырымға дейін аумақты алып жатуы мүмкін. Оны тек ғарыштан ғана көруге болады. Циклон жақындаған кезде ауа ылғалдана бастайды, яғни жауын-шашын молаяды. Әсіресе нөсер жауын көбейеді. Жел күшейіп, соңы дауыл мен құйынға әкелуі мүмкін. Антициклон орнаған кезде күн жылы, шуақты, ашық болады. Қыс кезінде тұман шығып, түнде аяздатуы мүмкін. Жазда антициклон кезінде жаңбыр жаумайды, соңы қуаңшылыққа бару ықтимал. Солтүстік сағат тілімен бірдей, ал оңтүстік сағат тіліне қарсы қозғалады. Тапсырма нөмір 1. Ылғалдану коэффициентін анықтау есептері. Қарағанды қаласының жылдық жауын-шашын мөлшері 400 мм, буланушылық 600 мм болса, ылғалдану коэффициенті қанша болады? Екіншісі, Қызылорда қаласында буланушылық мөлшері 900 мм, жауын-шашын 150 мм болса, ылғалдану коэффициенті қаншаға тең болады? Үшіншісі,
Петропавл қаласында боланушылық мөлшері 500 мм, жауын-шашын 500 мм болса, ылғалдану коэффициенті қаншаға тең болады? Бағалау критерийі ылғалдану коэффициентін анықтай алады. Дескриптор Қарағанды қаласының ылғалдану коэффициентін анықтайды. Қызылорда қаласының ылғалдану коэффициентін анықтайды. Петропавл қаласының ылғалдану коэффициентін анықтайды. Тапсырма нөмір 2. Суретті пайдаланып, жауын-шашынның таралуына талдау жасаңдар. Республикамыздың аласа таулы жазық өңірлеріндегі атмосферлық жауын-шашын мөлшерінің төмендеу бағытын және атмосферлық жауын-шашынның негізгі көрсеткіштерін атаңдар. Екіншісі, осы бағыттағы жауын-шашынның азаюының себебін талдау жасаңдар. Үшіншісі, тауға жауын-шашын көп мөлшерде түсуінің себебін түсіндіріңдер. Бағалау критерийі жауын-шашынның таралуын талдау жасай алады. Дескриптор атмосфералық жауын-шашын мөлшерінің төмендеу бағытын және атмосфералық жауын-шашынның негізгі көрсеткіштерін атайды. Жауын-шашын азаюының себебін талдау жасайды. Тауға жауын-шашын көп мөлшерде түсуінің себебін түсіндіреді. Үйге 17-18 тақырыпша 1-2 тапсырма 94 бет ойыңды тұжырымда.